Кім пайғамбардың есімін ести тұра салауат айтпаса, ол адамға өкініш болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағала Құран кәрімде ақиқатында Алла тағала және оның бүкіл періштелері пайғамбарға салауат айтады. Ей иман келтіргендер, сендер де Алланың елшісіне салауат сәлем жолдаңдар деп бұйрық жайында бізге Алла тағала осылай баян етеді. Сондықтан бұл аятты естіген әрбір жанға пайғамбарымызға бір рет болса да салауат айту саллаллаху алейхи уассалам деп, онда оған міндет болады дейді. Ал енді кім пайғамбардың есімін ести тұра салауат айтпаса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, онда ол адам сараңдардың ең сараңы дейді, және ол адамға өкініш болсын, менің атымды ести тұрып салауат айтпаса деп айтқан екен. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жиі салауат айту, бұл біздің ризықтың кілттерінің бірі, сонымен қатар өмірдегі кіретін берекеттің алғы шарттарының бірі болып есептеледі. Пайғамбарымыз тағы бір хадисінде айтады, кім маған күніне таңертең 10 рет, кешке 10 рет салауат айтатын болса, менің шапағатым оған міндетті түрде жетеді дейді. Соған қосымша кім маған үзбей салауат айтатын болса, Алла тағала оның жүрегіндегі қайғысын сейілтіп, күнәларынан тазалайды деп айтқан болатын. Ал енді мінекей пайғамбарымыздың өмір баянын оқып отқан жан еріксіз пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам деп бір күнде 10 бет оққан болса, сол 10 беттің ішінде 100 рет пайғамбарымызға салауат айта алады. Алла тағала баршаңызға пайдалы білім берсін. Пайғамбарымызға салауат айту арқылы пайғамбарымызға ең жақын жандардың қатарынан болуды нәсіп етсін. Себебі қиямет күні маған ең жақындарың дүниеде көп салауат айтқандарың деп айтқан екен.